Сәлем достар, әртүрлі жаңалықтар каналына қош келдіңіздер. Біз бүгін сіздерге мынандай жалюзиді өз қолымызбен жасап көрсетеміз. Бұл материалы қағаз обойдан жасап көрсетеміз. Яғни үйлеріңізде асып қалған обой болса, ауылдық жерлерде болмаса жай уақытша терезелерге осындай балконға жасап қоюға болады өз қолдарыңызбен. Ендеше кеттік, қалай жасайтынымызды көрсетеміз. Ол үшін маған осындай обой керек. Қандай обой бар, сондайдан жасай берсеңіздер болады. Егер де іздесеңіздер, онда ең кәдімгі қағаздан жасалған обой өте жақсы кетеді. Және де осындай жіп. Бұл жіпті әртүрлі тігін тігетін магазиндерден тапсаңыздар болады. Өте арзан, метрі 50 теңге тұрады. Және де мынандай ұстатқыш, бұл одан да арзан, 20-10 теңге тұрады. Бұны көбінесе курткаларда немесе сумкаларда көрсеңіздер болады. Яғни осы жіпке арналған ұстатқыш. Ең бірінші мен тереземдің ұзындығын өлшеп алдым. Менің тереземнің ұзындығы 135 сантиметр. Сонда мен осыған тағы да бір 40-50 сантиметр қосып, осындай обойдың ұзындығын аламын. Міне достар, мен бөліп алдым. 135 сантиметрлік тереземе мен 195 сантиметр ұзындықпен обойды алдым. Ені маған тура келеді екен. Ал ұзындығын қысқарттым, 195 сантиметр алдым. Енді мен осы обойды жаймендеп бүктеймін. Шамамен 1,5-2 сантиметр қылып бүктеймін. Яғни гармошка тәріздес қылып. Қазір көрсетем қалай екен. Ең бастысы бірінші екі шетін бірдей қылып өлшеп алу. Яғни бір сызықта болу керек, міне мына жері. Және де осы сызықпен кетемін. Міне көріп отырсыздар ғой. Екінші сызықта бірдей болды. Гармошка болды. Осындай. Және де қақ ортасынан біз қазір тесік жасаймыз. Яғни біздің жібіміз, мынандай жібіміз кіретін тесік жасаймыз. Әртүрлі тәсілдермен жасауға болады. Тесікті дрельмен жасауға болады, кішкентай неңіз болса, жаңа дрельге салатын насадкасы болса. Ал біз мынандай затпен жасаймыз. Мынау дыракол дейді орысшасы. Тесік жасағыш. Және тура осы тесікпен түзу өту керек. Ешқандай әртүрлі қып қисық қып істеуге болмайды. Яғни бір қақ ортасынан тура астына дейін түзу өту керек біздің жіп. Міне достар, біз қақ ортасынан тесік жасадық, аяғына дейін. Енді осы тесікке біз мынандай жібімізді жаймендеп саламыз. Жіптің басын біз кішкене отқа күйдірдік. Енді осыны біз қазір саламыз. Осы тесікке. Бұлайша. Міне. Көріп отқандарыңыздай. Осылай тесікке бүкіліне осылай до конца салып шығамыз. Міне достар, мыналай өткіздік. Қақ ортасынан осындай болды. Енді терезеге бекітілетін жерін, яғни үстіңгі жағын біз жібімізді ораймыз бірнеше рет. Мынандай скотч арқылы жай ғана жібін бекітіп қоямыз артқы жағына. Көрінбесін деп. Міне, біздікі дайын болды. Енді мына үстіңгі жағынан, бекіткен жақтың үстіңгі жағынан біз екі қабатты скотчты жабыстырамыз. Орысша айтқанда двухсторонний скотчты үстіңгі жағынан жабыстырамыз, терезеге жабыстыратын жерінен. Достар, үстіңгі жағын, терезе болса үстіңгі жағын жақсылап құрғақтаймыз, жабыстырамыз. Жіптің аяқ жағын біз фиксаторымызбен жалюзиді ашып және жабатын функциясын атқаратын қылып қоямыз. Міне достар,
Біз жалюзиміз қарап тұрғандарыңызда екі түрлі жасадық. Және де терезенің ашып жабылуына ешқандай кедергі келтірмейді. Астыңғы жіптерін осылай бекіттік. Яғни, міне, бір жағынан кіргіздік, екінші жағынан, астыңғы жағынан, үстіңгі жағына қарай кіргізіп, түйіншектедік. Енді оп-оңай ашыла береді. Және астында осындай әдемі болып тұрады. Бізге бұл жалюзи өте қатты ұнады, өйткені жарты сағаттың ішінде екеуін де істеп бітірдік. Ең ұзақ жасалатыны ол әрине гармошкасы. Қалғанның барлығы өте оңай. Және де өте ыңғайлы екен. Уақытша немесе күнделікті осылай қолданып тұрсаңыздар, өте керемет идея. Ал сіздерге видеомыз ұнаса, онда лайк қойыңыздар, комментарий жазыңыздар. Және де сау саламатта келесі кездескенше сау болыңыздар.